Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін сіздермен қамыры өте жұмсақ болып шығатын, тез әрі оңай жасалатын пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше кеттік. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға су құйып аламыз. Судың үстіне ашытқы мен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Әрі қарай бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Мінекей 10 минут өтті, қараңыздар. Ішіндегі ашытқы мен тұзымыз еріді. Енді соны жақсылап араластырып, әрі қарай үстінен ұн қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырды жұмсақ етіп илейміз. Соңғы жағында осылай пістемай қосып жіберіп, жақсылап илеп, бетін жауып, 40 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз жақсылап көтерілгенше пирожкидің ішіне қосатын езбемізді дайындайтын боламыз. Мен ең алдымен осылай картопты қайнатып алдым, және де оған майдалап туралған пиязымызды қосамыз. Әрі қарай үстінен өздеріңіздің қалауларыңызша тұз және де қара бұрыш қоссаңыздар болады. Әрі қарай кішкене сүт қосамыз және де сары май қосып жақсылап езбемізді дайындаймыз. Мінекей жақсылап араластырып езбемізді дайындап алдық. Енді әрі қарай ашқан қамырымыздан пирожки жасайтын боламыз. Қамырды осылай біркелкі барлығын бірдей етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Ең алдымен, одан кейін айналдыра отырып, дөңгелек пішін жасаймыз. Мінекей барлығын осылай дөңгелек етіп жасап алдым. Енді бір-бірден алып, осылай пирожкиларымызды жасайтын боламыз. Ортасына езбені көбірек етіп қосып, жақсылап түйе берсеңіздер болады. Әр пирожкиді түйген кезде бетін кішкене майлап жіберсеңіздер керемет болады, себебі қолдарыңызға жабыспайды және де қамырымыз бір-біріне жабыспайтын болады. Мінекей барлығын түйіп дайындап алдым. Енді осылай бір-бірден орташа отта қуыратын боламыз. Мінекей пирожкиларымыз дайын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын.
менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де басқа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырау батырмасын басып қойсаңыздар болады. Рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.